Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Саған қарасты айтылған жаман сөздердің саған зияны жоқ. Керісінше, айтқан адамның өзіне зиян. Оны ойламай, ой-пікіріңді ретке келтір. Берілген нығметтер турасында, сәттіліктер мен ізгіліктер турасында ойлан. Әсте оңай емес. Әсіресе бұл істі әдетке айналдырған жандар үшін. Бірақ тырысып көру керек. Тағы да неге дерсіз? Ол үшін сол өзектің өміріңізге қаншалықты зиян екенін түсіну керексіз. Адам өзінің рухани ахуалын да ұмытпай оны өсіріп отыруы тиіс. Өзгені жамандау, сөз ету ең ауыр күнәлардың бірі. Сіз күнә жинап қана қоймай, сол арқылы өз жолыңызбен, өз қолыңызбен жабасыз. Сіз негативті энергияны жинайсыз. Сіздің энергияңыз және жүзіңіз нұрланып тұру үшін бұл істі доғару керек. Сол негативті энергиямен өсек айтып отырған адаммен алмасасыз. Яғни еш даму жоқ. Ғайбат айту. Мұсылман бауырының етін тірідей жеумен тең дейді хадисте. Енді әрі қарай ойлана беріңіз. Ең ауыры, сол ғайбаттап отырған адамның кез келген күнәларын өз амал дәптеріңізге алып алады екенсіз. Ал ол адамның не күнә жасап-жасамағанын қайдан білесіз? Өзгені жамандар алдын ұзақ ойланыңыз. Сізге ол керек пе? Пайдасы бар ма? Оданша жақсы іс жасап, өткен күнәларыңызды игі іспен неге өшірмеске? Неге жақсы сөз айтпасаң үндемей қоя салмасқа? Неге аузынан сондай лас сөздер шығу керек? Сырттай қарашы, сол дұрыс па? Кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, жақсы сөз айтсын, немесе үндемесін. Бухари, Муслим. Жай ғана өзіңізді тәрбиелеңіз. Өсек пен ғайбат айтар алдында тоқтатыңыз. Нәпсіні тәрбиелеу оңай болмаса да жасаңыз. Себебі өмір бумеранг. Жасап жатқан әр ісіңіз сізге қайтып келеді. Ғайбат еткен адамды тыңдаған адамда бұл күнәға ортақ болады. Ғайбат бір адамның сыртынан оған ұнамайтын сөз айтуың дейді ардақты пайғамбарымыз. Сонда бір сахаба, ал егер ол айтқаным рас болса ше, деп сұрады. Алла елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын. Егер ол туралы айтқаның рас болса, міне сол ғайбат. Ал өтірік болса, жазықсыз жала жапқаның, деп жауап берді. Ибн Омар былай деді. Алланың елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын. Тілімен иман келтіріп, иманы жүрегіне жетпегендер. Мұсылмандарды жәбірлемеңдер, балағаттамаңдар. Олардың кемшіліктерін іздемеңдер. Шындығында Алла мұсылман бауырының кемшілігін аңдығанның өзінің кемшілігін аңдиды. Ал Алла кімнің кемшілігін аңдыса, ол үйінің ортасына жасырынып отырса да масқарасын шығарады, деді Тирмизи. Ибн Хиббан риуаят еткен. Яғни біреудің кемшілігін іздейтін болсаңыз, Алла сіздің кемшілігіңізді іздеп үйіңізде жатса да масқараңызды шығарады деген мағына. Менің ақпараттарым пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.